Иттің жылы тоны. Озалда ит адамның кіндігінен жаралғасын, терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Әлім, сақта, адамды қорғап жанында тұрады екен. Бір күні адамға қастық етуге ібіліс келеді. Ит оған тап беріп, жанына жолатпайды. Әзәзіл итке ашуланып, қаһарын төгеді. Қаһары аязға айналып, ит тоңып өледі. Тәңірі тағала иттің бұл ерлігіне риза болады. Оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың, терімен қаптайды. Ит содан бастап суыққа тоңбайтын болыпты. Бірақ жылы тоны денесінен ауа өткізбейді екен. Сондықтан, ит терлегенде терді аузынан шығарады. Тілінің үнемі салақтап жүруі осыдан екен. Ит ең бірінші адам атаның серігі болыпты. Бір күні жауын қатты жауып, арты селге айналады. Адам, ата мен Хауа ананың үйін су басады. Олар үйдегі затты құрғақ жерге тасып жүргенде, қамбадағы бидай суға ағып кетіпті. Адам ата не істерін білмей тұрып қалады. Сол кезде ит суға қарғып түсіп, бір уыс масақты тістеп алып шығады. Келер көктемде сол масақты егіп, мол бидай алған екен. Иттің арқасында бидай осы күнге аман жетіпті.